Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге кез келген мерекелік дастарханның көркін ашатын ең дәмді керемет салаттың рецептісімен бөліспекшімін. Менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі осындай баклажанымыздың артық жерлерін кесіп алып, және де дәл осы баклажанды теңдей ортасынан бөлеміз де ұзынша етіп 3-4 бөлікке бөліп аласыздар. Егер кішілеу осындай баклажан болса, теңдей ортасынан бөлсеңіздер болады. Бұл тым үлкен деп ойламаңыздар, өйткені майға қуырған кезде көлемі кішірейіп кетуі мүмкін. Ал осында егерде үлкен баклажан болатын болса, оны теңдей ортасынан бөліп, ал ұзынша етіп кескеннен соң 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Дәл осылай барлық баклажандарды кесіп, үстіне дәміне қарай тұз саламыз да, содан соң су құйып, жарты сағат 1 сағатқа бастырып бетін жауып қоясыздар. Сонда тұзымыз баклажанға дәмі сіңетін болады. Осылай барлығын су құйып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қойым. Және де суын төгіп, үстінен осындай картофельный немесе кукурузный крахмалды қосып, араластырып майға қуырсаңыздар, баклажан қытырлақ, өте дәмді, хрустящий болып шығатын болады. Енді қызып тұрған майымызға баклажанды қып-қызыл етіп, екі бетімен қуырып алатын боламыз. Бұл салаттың ерекше дәмін беретін осы баклажан. Сол себепті мүмкіндігінше қытырлатып, өте әдемі етіп қуырып алсаңыздар, салат өте дәмді болып шығады. Барлығын осылай қуырып, бөлек алып қоямыз ең бірінші. Содан соң бізге қажетті болады болгарский, яғни тәтті бұрыштың әртүрлі түсін қолдансаңыздар болады. Мен осындай сары түсін қолдандым. Ең басты өте жұқа, ұзынша етіп турайсыздар. Жіп жіңішке болу қажет. Осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Мен осы сары түсін қолдандым, өйткені салатқа әртүрлі түсте болған соң салаттың түрін өте әдемі қылып көрсетеді. Қызыл қызанақ болғандықтан сары болгарскийді таңдап, осылай әдемі етіп турап алдым. Енді қызанақты да дәл осылай теңдей ортасынан бөліп, ұзынша етіп турасаңыздар да болады, немесе мен сияқты осылай көлденеңнен әртүрлі формада турап шықсаңыздар болады. Қызанақты турап болған соң қиярды да барлығы ірі-ірі өте әдемі болып көрінеді. Сол себепті кішкене ірілеу етіп тураймыз. Қызанақты теңдей ортасынан бөліп, осындай мүмкіндігінше ирелек пышақпен ұзынша етіп турасаңыздар, қиярдың түрін өте әдемі етіп көрсетеді. Формасы ерекше әдемі көрінеді. Барлық қиярларды осылай үлкен-үлкен етіп кесіп турап алатын боламыз. Және де аскөкті осылай қиғашынан кішкене үлкендеу етіп тураймыз. Сіздер аскөк укроп қолдансаңыздар да болады, мен қолданған жоқпын. Осындай сарымсақты өте ұсақ етіп 2-3 шешесін де турап жібереміз. Барлығын ыдысымызға салып аламыз, және де алдын ала піскен етті осылай жапырақ-жапырақ етіп турап, оны да саламыз. Содан соң үстінен жаңағы алдын ала қуырып дайындап қойған баклажанымызды салатын боламыз. Ең соңында дәміне қарай тұз саламыз, және де соевый соустан менде осында үлкен қасықпен 3 қасық құйдым. Енді ол сіздердің салаттарыңыздың көптігіне байланысты сояны азайтып, көбейтіп құйсаңыздар болады. Және де міндетті түрде осындай чим-чимнің заправкасынан құйып шықтым. Мен жартысын ғана қостым, өйткенде менде салат көп емес. Егер көп көлемде жасайтын болсаңыздар, осы чим-чим заправкасын барлығын салып жіберсеңіздер болады. Барлығын араластырып шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Қонақ келгенде барлығына ұнайтыны сөзсіз, желініп, таусылып келетін салаттардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызашарға, кез келген мерекелік кештерге міндетті түрде сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге керемет рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет.